Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасы Азия чемпионатына дайындық кезеңінің соңғы бөліміне кірісті. Былғар қолғап шеберлеріміз бүгінгі таңда Астанада оқу-жаттығу жұмыстарын жүргізуде. Бұл жолы құрамамызға Куба, Грекия және Ресей ұлттық командалары қосылды. Бұл енді бірлескен жиын болмақ. Осы жерде тәжірибе алмасуда жүреді. Ең бастысы әрине бізге Азия чемпионатына баратын құрам болып тұр. Қазірдің өзінде Қазақстан бокс федерациясының Инстаграмдағы парақшасында полемика басталып кетті. Кейбіреулер сарғұрлық біріншілігіне сол баяғылар барады десе, кейбіреулер жарысқа Шымкентте өткен халықаралық турнирдің жеңімпаздары бару керек деп шулауда. Осы ретте қызықтың бәрі енді басталады. Жақында сапарға шығатындар есімі жарияланбақ. Меніңше кейбір салмақтарда қорытынды спаррингтік турнирде жүретін шығар. Егер ескі құрамды алып баратын болса, жаңадан келген бапкерлерімізден не пайда? Өзгеріс жасау үшін келді ғой олар. Таңдау әрине оңай болмайды. Бір жағынан, бұрыннан келе жатқан команданың боксшылары тағы да бірінші номер екендіктерін дәлелдеп жатса, оларды қалай шапармайды? Міне осы жерде Қайрат Сәтжановтың философиялық ойлары қажет болады. Бұрыннан таңдалғандар ішкі турнирлерде ешкімге дес бермей келген анық. Ал халықаралық жарыстарда күмілжіп, білгенін ортаға сала алмай жатады. Ал екінші номерлердің арасында халықаралық жарыстарда түрленетіндер де бар. Міне осы жерде таңдауда жаңылыспаған жөн. Құрамадағы конкуренция қазір өте сұмдық деңгейде. Бір кездері профиге кеткендердің көпшілігі қайта оралды. Олар бекерге келген жоқ. Енді өздерін комфорт жағдайда сезініп жүрген боксшыларға тықыр таяды. Олар да бейқам болмайды. Бұл бірінші мәселе. Екінші жағынан Кристофер Камачаның факторы. Оның жұмыстарына қараса, құрамадағы атмосфера өзгерген. Баяғы бір сарынды жұмыстар жоқ. Камача қолынан келгенше ауыр физикалық жұмыстардың өзін көңілді өткізуге тырысып жүр. Боксшыларда ойнап жүргендей мұндай тапсырмаларды орындауда. Кім біледі, таңдаулылар осы аспектіде қосса, біздің қолымыз жүретін шығар. Көбіне боксшыларымыз бірінші, екінші раундтарда ойнап жүріп, үшінші раундтарда шаршағандықтан жеңісті уыстан шығарып жүрген. Бұл жолы ондай болмай ма? Бұл да бек мүмкін. Қазір мен үшін өте толқынысты сәт. Жаңа бапкерлік штабтың жұмыстарының жемісін көргім келіп жүр. Шынын айтайын, мен үлкен өзгеріс күтемін. Сондықтан құрама сапында кімдер Азия чемпионатына барса да бәрібір. Ең бастысы оң өзгерістер болса ғой деген тілек. Салмақ категориялары бойынша өзгерістер бар ма екен деген қызығушылық та жоқ емес. 48-де Санжар бар ма әлде Теміртас па? Сабырхан Махмұт 54-ке түсе ме? Сәкеннің тағдыры не болады? Бәрі қызық. Күтейік. Ең баста сойқан жаңалықтар енді басталады. Ал қыздарымызда Азияға баратындар анықталып қойды. Мұнда да іріктеу өте қатаң өткен болатын. Кейбір салмақтарда тексеріс сындар өтті. Бұрынғыдай көздің әдемілігіне қарап алмады. Күштісі таңдалды. Бізді сын сағаты күтіп тұр. Федерация жасаған жаңашылдықтар жемісін бере ме? Меніңше иә. Ал енді профи бокс тақырыбы. Басты рөлде Жәнібек Әлімханұлы. Хамза Шираз ресми түрде Жәнібекпен шығудан бас тартты. Ол WBO белбеуіне үміткерлігінен кандидатурасын алып тастапты. Бұл туралы Queensberry Promotion президенті Фрэнк Уоррен хабарлады. Ал біздің боксшы өз айтқандай қазіргі сәтте Карлос Адамаспен келісім жұмыстарын жүргізіп жатыр екен. Десе де Жәнібек бүгін Инстаграмда мынадай пост қалдырды. Оларда спаррингте қатты тұрмау керек еді. Қарсыластардың қорыққаны жақсы ғой, бірақ қашқаны біраз жоспарды құртып жіберді. Бұл оқиғалардың бәрі қазақ стилінің тарихындағы елеулі сәттер. Біз тоқтамаймыз. 2 титул қолда, 2 титул жолда. Жорық жалғаса береді деді ол. Адамастың де оның қарсылас атанатындығына ешқандай кепілдік жоқ. Шейн Мозли кіші де онымен шығудан кетер емес деп жатыр. Бірақ мен білсем, бұл боксшы келесі жылдың бірінші жартысында Эрисланди Ларамен бокстасуға қажет. Фрэнк Уорренге қайта оралар болсам, бұл промоутерде тағы бір жоспар бар. Келесі айда Дензел Бентли мен Брэд Полс өзара кездесу өткізеді. Осы жекпе-жектің жеңімпазы WBO бойынша чемпиондық белбеуге кезекті үміткер атанады. Қос спортшы да Уорренге тиесілі. Демек ол Жәнібекке басқа боксшыларды салғысы келе ме? Әсіресе олар Бентлиді қалайтын шығар. Өйткені осы сәтке дейін Жәнібекпен бокстасқандар арасында осы Дензел қазақ стиліне ең қиын кездесу берген болатын. Оны Жәнібек ұпай санымен өтті. Ал Бентли қазір жатса да тұрса да Жәнібекпен реваншты көріп жүр. Бұл әзірге майда есім болғандықтан оны ешкім елемеуде. Бұл жекпе-жектің де мәні бар. Желтоқсанда Бентли жеңіске жетсе, арада 2 ай өткенде үміткерлік сынға шығуы әбден мүмкін. Мен бұрында айтқаным, қазіргі сәтте бұл арум үшін Жәнібек өте тиімсіз актив. Жан-жақта оған қызығушылық жоқ. Оның еншісіндегі чемпиондық белбеулер үшін қыруар қаржы төлеп шыққысы келетіндер қарасы көрінбейді. Сондықтан арум қандай да бір шығынды ақтайтын ұсыныс түссе, Жәнібекті сол кездесуге салатындай. Арум мен Уоррен өзара достық қарым-қатынастағы адамдар. Мүмкін бір жоспарлары бар шығар. Оны енді болашақ көрсете жатар. Бейне материалын адымонда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.